Selam dostlar, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün sizlerle birge Türk dilinin әліпбиін үйренетін боламыз. Hazır mısınız arkadaşlar? Dayınsızlar mı? Ya, ең әуелі кез келген бір тілді үйренген кезде мақсатыңыз болады, ya. Бұл тіл маған не үшін қажет? Ya, осы сұраққа міндетті түрде нақты жауаптарыңыз болуы қажет. Мен барлық шәкірттерімнен осы сұрақты бірінші сұраймын. Сізге түрік тілі не үшін қажет? Сіздің бұл тілді үйреніп жатырғандағы мақсатыңыз не? Егер де сіздердің мақсаттарыңыз нақты болатын болса, тілді үйрену соншалықты жеңіл болады, arkadaşlar. Сіздердің түрік тіліндегі үйренудегі мақсаттарыңыз не? Түрік тілі сіздерге не үшін қажет? Астына комментарийға жаза кетіңіздер. Evet, кейбір шәкірттері түрік тілін Түркияға барып оқу үшін, университетке түсу үшін жаңағыдай оқиды. Кейбіреулері Түркияда жұмыс жасағысы келеді, кейбіреулері Түркиямен сауда жасағысы келеді. Нақты белгілі бір мақсаттарыңыз болуы шарт. Себебі мақсатыңыз болмай, осы тілді оқи қояйыншы, арзан екен бағасы осы курстың, немесе тегін екен деп үйренетін болсаңыз, сізге 100% гарантия, ешқандай да пайдасы болмайды. Миыңыздан шығып кетеді. Сол үшін де мақсатыңыз нақты болсын. Ең алдымен мен шәкірттеріме қоятын талабымның бірі мақсаттарының болуы, және оларды шегелеп тұрып дәптерлеріне жазғызамын. Қазірдің өзінде көріп отырсыздар, дәптерлеріңіз бен қаламдарыңызды алып, түрік тілі маған не үшін қажет деп жазып, астына нақты жауабын жаза кетіңіз. Видеоны тоқтатып қойып, түрік тіліндегі үйренудегі мақсатыңызды жазыңыз. Егер жазған болсақ, немесе жазатын болсақ, кейін түрік тілінің әліпбиіне үйренуді бастаймыз. Жалпы түрік тілі қандай тіл? Жұмсақ тіл, жеңіл тіл, құлаққа тигенде жұмсақ естіледі. Жұмсақ сөйлейді түріктер көбінесе. Сол үшін де бізге де қиынға соқпайды түрік тілін үйрену. Түрік тілінде 29 әріп бар. 29 әріптің 21-і дауыссыз, 8-і дауысты әріп екен. Evet, қазір мен әріптерді жеке-жеке айтып отырамын. Сіздер де міндетті түрде видеомен бірге, менімен бірге қайталап отырыңыз. Және мен мына әріпті дәптеріңізге түртіп алыңыз, дәптеріңізге жазып алыңыз деген кезде міндетті түрде видеоны тоқтатып қойып, дәптеріңізге жазып отырыңыз. Бастаймыз. Бірінші әріп А әріпі. А. Ат. Ат. Жылқы деген сөз, ат. Келесі әріп Б. Б. Әріптердің қасына Е әріпі жалғанады оқылғанда. Б деп оқымаймыз. Б. Билет. Билет. Келесі әріпті жазып аламыз. Қараңыздар. С немесе К деп оқымаймыз. Қалай оқимыз? Жанында мынандай неде тұр? Дөңгелекте тұр. Дж. Джинсы дегенде келетін Дж. Жетвел. Мысалы, қараңыздар. Сызғыш түрікшесі жетвел. Жетвел. Қайталаймыз. Жетвел. Мысалы, келесі әріпке қарасаңыздар, Дж-ға ұқсайды, құйрықшасы бар. Ч әріпі. Чемодан дегенде келетін. Ч. Ч деп оқимыз. Чичек. Міне мысалы, гүл, Чичек. Чичек. Келесі әріп Д әріпі. Д. Қиын емес. Дефтер. Дәптер. Дефтер. Міндетті түрде сөздік дәптерлеріңіз бөлек болатын болсын, Мына сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып жүрсеңіздер. Келесі әріпке қараймыз. Е әріпі. Әріпін жазған, экскаватор дегенде келетін. Көбінесе біз оны деп оқимыз. Мысалы, қараңыздар, алма деген сөз түрік тілінде елма деп оқымаймыз, әлма. Әлма. Кейбір кездерде Е болып оқылады. Алдағы уақытта бірге үйренеміз.
Келесі әріпке қараймыз. Ф. Фабрика. Қайталаймыз. Фабрика. Қазақ тіліндегі фабрика. Келесі әріп Г әріпі. Г. Мысалы, көзілдірік түрік тілінде gözlük. Қайталаймыз. Gözlük. Келесі әріпті жазып аламыз. Жазып аламыз келесі әріпті. Әдейі бастырып айтып отырмын. Міндетті түрде жазып алыңыздар. Г әріпінің үстінде қалпақшасы бар. Бұл әріпті қалай оқимыз? Оқылмайды екен бұл әріп. Жанында мен мынандай жіңішкелік белгісін, мягкий знак деп айтамыз ғой. Оны қойып қойдым. Бұл түрік тіліндегі бұл әріптің атауы yumuşak G, яғни жұмсақ Г әріпі оқылмайды. Мысалы қараңыздар, ач. Оқымаймыз, агач деп оқымаңыздар. Ач. Келесі әріп Х әріпі. Х. Мысалы, қазақ тіліндегі етіп Х деп оқымаңыздар. Жұмсақ. Х. Мысалы, хастане. Аурухана. Хастане. Келесі әріпті жазып аламыз. Әріпі. Орыс тіліндегі деген әріппен жатастырмаймыз. Деп оқымаймыз. Қазақ тіліндегі ыдыс дегенде әріпі осы. Оқимыз. Ырмак. Өзен деген сөз астында тұр. Ырмак. Келесі әріпқа қараймыз. Инек. И әріпі. Инек. Әріпінің нүктесі бар түрі. Екі әріпті жиі шатастырады шәкірттеріміз. Бұл жерде біреуі нүктесі жоқ. Әріпі, нүктесі бар. И әріпі екен. И. Инек. Сиыр деген сөз. Инек. Келесі әріп Ж әріпі. Ж. Жилет. Келесі әріп К. Мысалы, қалам. Kalem. Келесі әріп Л әріпі. Limon. Қайталаймыз. Limon. Келесі әріп М әріпі. Мысалы, үстел. Masa. Келесі әріп О. Мысалы, автобус, түрік тілінде отобус. Бұны бізде жиі шәкірттеріміз бұлай оқиды. Атобус деп. Ешқашанда түрік тілінде О әріпі А болып оқылмайды. Ұмытпаңыздар, бұл орыс тілі емес. Сол үшін де бұны отобус. Отобус. Жазып аламыз. Оның екі нүктесі бар. Ө әріпі. Өрдек. Бұл үйрек деген сөз екен. Ө әріпі. Келесі әріп Не әріпі. Нар. Анар жемісіне нар деп айтамыз түрік тілінде. Нар. Келесі әріп П әріпі. Ақша дегеніміз түрік тілінде пара. Келесі әріп Р әріпі. Радио. Қайталаймыз. Радио. Бұл әріптер қазақ тілінде бар, сол үшін мен бұларды жылдам өтіп жатырмын. Келесі әріп С әріпі. Саат. Сағат деген сөз. Оқимыз қайтаран. Саат. Келесі әріпті жазып аламыз дәптеріңізге. С-ның құйрықшасы бар. Ш әріпі. Шапка. Мына жерде жақшада жазылып тұр, Ш әріпі деп. Шапка. Жазыңыздар ма? Міндетті түрде жазып отырыңыздар. Шапка. Келесі әріп Т әріпі. Телефон.
Келесі әріп у әріпі. У. Мысалы ұшақ. Учак. Учак. Келесі әріп удың екі нүктесі бар. Жазамыз, міндетті түрде жазамыз. Ö әріпі. Ö. Бұны көбінесе ю деп оқиды кейбіреулер. Юдың оқылатын кездері болады, кейде оқылмайтын кездері болады. Көбінесе Ö әріпі. Ö. Мысалы қараңыздар, үті. Үті. Қайталаймыз. Үті. Келесі әріп В әріпі. В. Вагон дегенде келеді, не? Вализ. Вализ. Келесі әріп қысқа И. Яғни біз оны қалай оқимыз? Е деп оқимыз. Е. Е деген, яғни әріпін жалғанат деп айттым, я жаңа? Е. Мысалы, ямур. Ямур. Бұны у деп оқитындар көп, бізде өтініш сіздерге у деп оқымаңыздар. И әріпі. И. Ямур. Келесі соңғы әріп З әріпі. З. Зейтін. Зейтін. Қайталаймыз. Зейтін. Çok güzel. Evet. Міне сіздермен бірге түрік тілінің әліпбиін оқып шықтық. Мына жерде барлық әріптер берілген. Бұл жерде қызылмен белгіленген дауысты әріптер, я? Қараңыздар. А, Е, И, О, Ö, У, Ö. Бұлар дауысты дыбыстар екен. Қалғандары дауыссыз дыбыстар. Осыларды міндетті түрде жаттайтын боламыз. Arkadaşlar, бүгінгі сабағымыз тек қана түрік тілінің әліпбиіне арналған болатын. Бүгін сіздермен бірге біз түрік тілінің әліпбиімен және дауысты, дауыссыз дыбыстармен таныстық. Evet, егер сабақ ұнаған болса, сіздердің лебіздеріңізді күтетін боламын. Енді келесі сабаққа дейін görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle.